Біздің жүрегіміз қазір ластанып кеткен. Сол үшін де намазда тұрған кезде ойымыз бөлініп кете береді. Намазды әрең оқимыз, таң намазына әрең тұрамыз, тахаджудке тұра алмаймыз. Алладан қорықпаймыз, жүрегіміз ластанып кеткен себептен. Жүректі тазалаудың жолында ең бірінші болып жасалу керек болған амалды не деп келтіреді? Ас-сухбату, яғни сұхбатшыны өзгерту. Сізге үнемі Алланы еске салып, жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тыйып тұратын бір ортаға қарай ауысу керек екендігін түсіндіреді. Сол ортаға ауыспайынша адам еш уақытта өзінің бойындағы теріс әрекеттерден тазалана алмайды, жүрегін тазалай алмайды екен еш уақыт. Сіздің ортаңыз сізді үнемі мешітке, дәріске шақырып тұратын орта болмаса, сіздің ортаңыз намазды еске түсіріп тұратын болмаса, таң намазына оятатын орта болмаса, онда сіз жалғыз өзіңіз бойыңыздағы теріс сипаттардан тазалануыңыз өте қиын болады. Адамның досы қандай болса, ол соның дінінде деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол қатты ескертеді, дос деген нәрсеге, араласатын ортаға үлкен әсері бар да адамның өмірінде. Ол тек өзімізді ойлап отырмыз ғой, қазір. Біздің балаларымыздың ортасы да бізге маңызды да. Біздің балаларымыз қандай ортада өсіп жатыр, ол да маңызды.